Нравится нам это или не нравится, но основные... Бегенемес бізоны яда йох, ама четілде Украинаның эсастым сәллер, анавы Андрей Оган Шевченко, Владимир Виталий Оган Кличколар ве Киевле Оган Кюфте. Чикен Киев. Киевле куфтыны пішірмек үшін бізге бөле тәртібат керекледір. Сары яғ, унлы пексиметлері, суд, емырта, усымлік яғы, чоқ, фритюр үшін. Ве әлбетте тавуқ. Керче Киевле куфтының юрегінде дайма мечбури тәркіп бар. Отнен яғ кесегі. В самом сердце настоящей котлеты по-киевски всегда лежит обязательный ингредиент – кусок масла. Классик рецептінде от таракот, ама таракот олмаса, эрбір отна алмаға мүмкін. Мағданос, кинза, розмарин, тимьян, сізін тадынызға көрем. Кинза, розмарин, тимьян – на ваш вкус. Отларын қарыштырған яғны зарылы сучуққа сырыламыз. Ве en azdan 20 дақаға буздылапқа қоямыз. Сон бұ яқ кесегні Киевлі куфтының юрегіне қоймаға қолай олар. Самое сердце котлета по-киевски. Бізде тавықны айырылмақ үшін 20 даққа бар. Бе бұл арада менде сіз үшін 2 хабер бар. Бірінші яман, екінші яқшы. Получается всего лишь 2. Яман хабер. Бір тавықтан тек 2 Киевлі куфте чыға. Оның үшін, егер сіз чоқ мұсафырыны беклейсіз, тавық сүріні сізге алмаға керек. Сочная в ней. Яқшы хабер. Куфте балабан, сувлу ола. Онда чоқ ет бар. Кемакны эттен яқшы темізлемек пек муим. Көргеніңіз кеби, о бізде фритюрның чатынде қалажақ. О күфтіден теклені жек. Оның үшін, онда лязымсыз ет қалса, о фритюрде янар. Бізге о керекмей. Разделываем филе. Сначала отделяем. Филені азырлаймыз. Баштан юфақ филені айраламыз. Сон эсас филені китап шекілінде кесеміз ве ачамыз. Зарнен қапатамыз. Ветна 5 мм қаланлыққа ұрамыз. Миллиметровой толщины. Если не дай бог, вы... Аллах көрсетмесін, сіз етні кессеңіз. Бір ше олмас. Хатырлайсыңыз мы, бізде уфақ филе бар. Біз оны айны ойледі ұрамыз ве онен олған тешікні қапаттамыз. Начинаем сворачивать котлету. Достаем масло с зелени из холодильника. Выкладываем кусочек колбаски масляной в центр котлеты и аккуратно заворачиваем. Яйнде бисмилля айтып күфтені сармаға башлаймыз. Біз долаптан яғны отны аламыз. Күфтенің ортасына яғ кесешегіні қоямыз. Яваш-яваш сарыламыз. Шекіленген Киевлі күфтені зарға қапатамыз ве оны да 20-25 дақаға буз долапқа қоямыз. Бузылған күфтенен девамында çalışмаға қолайжы. Ой ezilмей. Масла нам нужно много. Нагреть его нужно до температуры 180-190 градусов. Как определить температуру масла, если... Күфте бузулара фритюр үшін яғны қоямыз. Бізге чоқ яқ керек. Оны 180-190 дәрежеге қадар қыздырмаға керек. Егер сіз дүниедаки бір сыжақ өлчесі сәле олғанда, яғның дәрежені насыл аңламақ кен. Саде, отме кесечі гүнен. Оны яға атасыз ве оны насыл қавырғаныны баққасыз. Пек тез, пек ағыр, яда кереклі кебе. Можно французскую музычку? Liaison. Этим красивым французским... Күфте бұзлай. Я қызам. Озыну ненен ұғрашмақ кем. Лизонны пішіре білесіз. Гүзел француз лизон созунен емірта әлі қарыштырған сутны адлайлар. Панировка үшін. Ама насыл гүзел сөз. Фарклы савутта пексиметлеріні ве лизонны қоямыз. Я гүзел сөз. Сіз сутнен емірталарны қарыштырғанда сізні сұрайлар. Сен не етесін? Сутнен еміртаны қарыштырам дейм. Яда мен лизонны япам. Буз долаптан бузылған күфтені аламыз. Ве панировканы япмаға башлаймыз. Киевлі күфте әр вақыт 2 панировкасы ола. Емырта, пексиметім. 2 кере панировкасы қызырту вақытына күфтенің құрывыны кефел ола. Яқ төкілмес. Масло не вытечет. Важно. Запомни. Двойная панировка. Дикат. Ақылында тут.
эки кере панировкасы. Шымды бөлмейм насыл усулнен сізін диққатыңызны желпетмектір, чүнки шымды пек муим шелері қында лаф етежеміз. О қапсызлық. Қырған яғдан оған яралары адамға рас келген ен қафлы яраларыдыр. Оның үшін қырған яға күфтенін қою бірінші усулыдыр, доғру дегіл. Первый способ опускания котлеты в раскаленное масло. Неправильный. Второй способ опускания котлеты в раскаленное масло. Правильный. Қырған яға күфтенін қойып екенже усулы есе, доғру ве қапсызлы. Все, котлета готова. Теперь секрет правильной сервировки котлеты по-киевски. Күфтелер азыр. Енді киевлі күфтенің доғру қойымның сырлары. Оны отмек кесечігіне қойыңыз. О вақыт күфтеден шыққан яғны отмек сыныртыр. Тает хлеб, а не растечется озером по тарелке.